Алматы қаласында өткен Таза Қазақстан табиғат пен ұлттың бірлігінде атты экологиялық мәдени іс-шара жаңа кезеңнің жаршысы болып, халықаралық деңгейде маңызды оқиғаға айналды. Бұл ауқымды жиын тек Қазақстандағы экологиялық қозғалыстың алдағы даму бағыттарын белгілеумен ғана шектелмей, сонымен қатар еліміздің болашағына жауапкершілікпен қарайтын азаматтарды бір арнаға тоғыстырды. Қазақстанның саяси және экологиялық бағыттағы көшбасшыларының бірі болып табылатын Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы Азаматхан Амиртаевтың бастамасымен ұйымдастырылған шараға еліміздің түкпір-түкпірінен партия мүшелері, қоғам қайраткерлері, сондай-ақ Мұхтар Шаханов пен Асылы Осман секілді зиялы қауым өкілдері қатысты. Қырғызстан, Өзбекстан және Монғолия елдерінен келген Жасылдар партиясы өкілдерінің қатысуы шараның халықаралық мәнін айқындап, Орталық Азия мен Еуропа елдерінің дипломатиялық өкілдері экологиялық жауапкершіліктің ортақ екенін паш етті. Қазақстан үстен Алматы ақтыда Наурыз мерекеге Жасылдар партиясына шақырғанына өте қуаныштымыз. Біз бірлесіп жұмыстап бір жылдай болып жатыр. Ары қарай бірлестігіміз нығая түсетіндігіне ең зор сенімдемін. Форум болғанда көрініп тұр, ел, Қазақстан аймақтар, региондарын келген, бәрі бір-біріне жардам беріп, ақшаға келген емес, өздері келіп, бір-біріне қолдап нетін, сол бағын бүгін қызықты болды екі күн. Сол артистер, партияның мүшесі, Байтақ мүшесілер келіп, сол мероприятие өзі өткенде мемлекет оған көп ақша кетеді. Амнада сіздер Байтақ партия ақшасыз өткізген, мен соған маған удивление болып жатыр. Кешегі ата-бабаларымыздың дәстүрі мен бүгінгі заманда ұштастыратын шара барысында Азаматхан Амиртаев өз сөзінде таза экология, бұл ұлттың денсаулығы мен болашағы, табиғатты қорғау арқылы біз ұлттық болмысымызда, ұрпағымыздың амандығын сақтап қаламыз. Бұл әр азаматтың ортақ парызы деп, табиғаттың құндылығын ұрпақтар сабақтастығы мен қоғам болашағының негізіне балады. Іс-шараның ерекше сәттерінің бірі өз заманының заңғар тұлғасы Мұхтар Шаханов Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы Азаматхан Амиртаевқа ағалық құрмет көрсетіп, иығына шапан жапты. Қоғам қайраткері Асылы Османның айтуынша бұл сәт құрмет пен ағалықтың, ұлттық рух пен парасаттың жарқын көрінісі дейді. Азаматхан, құрметті Мұха, сіздің бүгінгі осы жиынға қатысып, неғылғаныңыздың орны бөлек. Іс-шара аясында ұлттық ойындар мен қолөнер көрмесі ұйымдастырылды. Асық ату, қанталапай, арқан тартыс, кір тасын көтеру сияқты ұлттық ойындар мен спорттық сайыстар қатысушыларды ерекше рухтандырды. Сонымен қатар шеберлер мен зергерлердің қолөнер бұйымдары таныстырылып, шеберлік сабақтары ұйымдастырылды. Бұл көрме қазақтың ұлттық мәдениетін шетелдік қонақтарға ерекше қырынан көрсете білді. Шараның маңызды бөліктерінің бірі экология мәселелеріне арналған дөңгелек үстел болды. Бұл алаңда экология, табиғатты қорғау және тұрақты даму мәселелері талқыланды. Экологтар, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері табиғатты қорғаудың маңыздылығы, жас ұрпаққа экологиялық білім беру қажеттілігі және экологиялық сана сезімді арттыру жолдары туралы ой бөлісті. Сонымен қатар экология мен экономика арасындағы байланыс, инновациялық шешімдер мен экологиялық білім беру әдістері тереңірек қарастырылды. Таза Қазақстан шарасы елімізде экология мәселелеріне жауапкершілікпен қараудың, ұлттық болмысымызды сақтаудың және болашақ ұрпаққа таза табиғатты қалдырудың маңыздылығын тағы да дәлелдеді. Аталған бағыттағы жұмыстар жүйелі жалғасады дейді Байтақ Жасылдар партиясы.